Мен Қабдырахим Асла Бауыржанқызы, Қамза Самбаев атындағы орта мектептің 10-шы сынып оқушысымын. Менің отаныма менің бастамам. Республикалық шығармашылық жобалар байқауының өз жылуымен бөліс номинациясы бойынша қатысқалы тұрмын. Жақсылық бұл кереңнен ести алатын, соқырдың көре алатын дүниесі деп Марк Твен жазып кеткендей, жақсылық жасау арқылы өзіңіз ғана емес, айналаңызда нұрланатын болады. Ел әлеуметіне ерекше үлес қосар ерікті болыңыз. Ерікті әлеуметтік жауапты азамат ретінде сезінетін және өтеусіз негізде қоғамдық пайдалы қызметпен айналысатын адам. Бауыржан Момышұлы атамыз айтып кеткенде, әр істің тууына түрткі болар себеп бар. Адамның әр қарекетінен оның жат мінезінің сыры аңғарылады. Өз жылуымен бөліс номинациясының мақсаты қарт адамдарға көмек беру, халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларды бейімдеу, кәмелетке толмағандардың әлеуметтік мінез-құлық әрекеттерінің алдын алу, балалардың табиғат апаттарының салдарынан жеңуге және жазатайым оқиғалардың алдын алуға дайындауға бағытталады. Біздің әрбір істеген істеріміз әлеуметтік желілерге жарияланып тұрады. Қарт адамдардың егер ардақты тақырыбында тәрбиелік шара ұйымдастырылды. Бұл соның дәлелі. Мейірімділік жүректен қайырымдылық акциясы бойынша қарт адамға қайырымдылық жасау акциясы. Жақсылық қылсаң жасыр, жақсылық көрсең асыр деген ұранмен қарт адамдардың үйіне көмек көрсетілді. Халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларды бейімдеу мақсатында үйлеріне барып көмек берілді. Видеоға назарларыңызды салсаңыздар. Менің отбасым қайырымдылық акциясы бойынша әлеуметтік тұрмысы төмен отбасына қолдау көрсету. Досым акциялық акциясы бойынша халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларға қолдан жасалған бұйымдарын тарту ету. Мүмкіндігі шектеулі үйде оқитын оқушыларымызды қолдау мақсатында мен бақытты баланың қайырымдылық концерті ұйымдастырылып, оқушылар қолдан жасалған бұйымдарын сыйға тартты. Халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларға қолдау көрсетіп, бейімдеу мақсатында өткізілген шара. Кәмелетке толмағандардың әлеуметтік мінез-құлық әрекеттерін алдын алу мақсатында өткізілген шаралар. Және осы видеода психологиялық тренингтер өткізілуде. Бұл тренинг арқылы балалардың ауызбіршіліктері артады. Балалардың табиғат апаттары салдарын жеңуге және жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында өткізілген шара. Назарларыңызға рахмет.